Жеңіскүлдің әңгімелері каналына қош келдіңіз, тыңдарман. Біз әңгімемізді жалғастырамыз. Ал сіздер лүпіл мен пікірді аямаңыздар. Бұл ютубтағы бұл каналдың жұмысының әрі қарай дамуына, жүруіне үлкен әсер етеді. Ал бастайық. Жеңіскүл Тұрсынбаева. Сенші маған. Әкемді уайымдап жүрдім. Бәрін тастап кете алмайым. Қыста басталды. Үйге жиі хат жазып Гүлбануға әкеме қара деумен болдым. Қысқы демалысқа әрең дегенде жетіп ауылға асықтым. Ағарысты ауылға баратынын айтты. Айгүл егіз қыз босанған екен. Соларды көруге асықты. Анасымен бауырын құттықтап қайтпақшы. Ауданға дейінгі Экарс автобусына билетті өзі алып, екеуміз қатар отырып, жолға шықтық. Біз дос болып жүргенімізге біраз уақыт болса да, қолымыз тиіп кетсе, көзіміз түйісіп қалса, біртүрлі ұялатынбыз. Ағарыс менің отбасымдағы әр адамды сырттай жақсы танып алған. Мен оның отбасында солай сырттай танып алған болатынмын. Ол өз отбасы туралы айтса, мен өз отбасым туралы айтатынмын. Соның оның отбасы менің отбасымдай жақын болып та кеткен еді. Қал жағдайларын сұрап, бірге уайымдап Алматыға келіп қалғандары болса, бірге барып жүздесіп те жүрдік. Ағарыстың отбасында үлкен егіз әпкесі, ағасы, сосын Бегарс екеу еді. Менің анам қайтыс болса, Ағарыстың әкесі ерте қайтыс болып кеткен екен. Әкелері өмірден озғанда Бегарс екеуі анасының құрсағында болыпты. Анасы 30 жасында жесір қалса да тұрмысқа шықпай, кәрі ата енесін бағып қала беріпті. Нағашы апасы мен атасы жақсы көмектесіпті. Талай адамдар анасына сөз салып отбасын құруға ұсыныс жасаса да, 5 баласын таратпай, жәутеңдетпей өзі бағыпты. Ағарыс мектепке барғанда атасы қайтыс болыпты. Әжесі науқастанып көп жыл жатыпты. Атасы қайтыс болған соң, аяқ астынан дертінен айығып, Ағарыстар мектеп бітіргенше қастарында болған екен. Соны әңгімелегенде, кей адам қайтыс болғанда мал алады екен, кей адам қайтыс болғанда жан алады екен. Енді қасиеті бар жақсы адам қайтыс болса, дерті бар адамның ауруын алады екен дейді. Үйдегілер атам әжемнің ауруын алып кетті деп ойлайды. Атамның жетісін бергенде әжем төсектен тұрды. Болмаса төсек тартып, әне өлет, міне өлет деп күтіп жүрген екен. Анам Аллаға құлшылық етіп, әжемнің өз аяғымен жүріп, өз асын ішкеніне шүкір етті. Сыйластықтары керемет болып, келін мен ен емес, екеуі бір бүтін адам сияқты еді. Анам білімді, сол заманның дәрігері, сыйлы адам, күні осы уақытқа дейін құрметті жан деген. Әкелері трактор айдаған екен, сол кезде арақ ішпеген тракторшы кем деген, сол қу арақтың кесірінен апатқа түсіп қайтыс болған екен. Әкем бір беткей шатақ адам болды, дейді әжеміз. Әкемде егіздің сыңары. Әжемнің аман қалған бір тал тұяғы болған екен. Аштық кезінде бар баласы өліп, әкемнің егізі әлсіз болып, емшек дұрыс ем алмай, бар сүтті әкем еміп алып, тумай жатып мінезін көрсетіп, аман қалған тұяғым еді деп әңгімелейтін. Егіз ұзаққа бармай шетінеп кеткен екен. Атам мен әжем немерелер үшін жандарын беретін адамдар. Жақсы тәрбие беріп, ақыл кеңес айтып, анама болысып өмірден өтті, деп күрсінеді. Ағарыстың апалары Қазақстанның екі бұрышына тұрмысқа шығып кетіпті. Сол заманда жолдамамен барып, тәжірибе алатын еді. Солай барған жерлерінде бақтарын тауып қалыпты. Ағасы да әскерден келе салып, үйленген екен. Көңілдер жараспай ажырасып, қайта қосылып, біраз жыл үй бола алмай қиналып, ақыры бір қызды болғанда анасы бөлек шығарып жіберіпті. Ағасы ақыры ол келіншекпен тұрмай, осы Алматыға кетіп, орыс ұлтынан әйел алып, қазір егіз ұлы бар бақытты екен. Өз жанұясының қиындығын бір кісідей-ақ сезінген Ағарыс
отбасын құруға асықпайтынын сөз қылатын. Бекарыстың мінезі әкеме келеді, ол ашуланса, ауыл тік тұрады. Бекарыс бір беткей, қырсық, маған қарағанда ерке, әрдайым менікі дұрыс деп тұрады. Ол анамның баласы болды, мен әжемнің баласы болып өстім. Оның ерте үйленгені жақсы болды. Қырсықтығы мен бір беткейлігі басылар. Айгүл дәл табылып, Құдай қосқан жар болды. Анам да Айгүл жеңгеме өте риза. Бекарыс менен 15 минут бұрын туылған ағалық жолы бар. Ол еңбекқор, батыл, бауырмал, қолынан келмейтіні жоқ, шебер. Әке жолын қуып, трактор айдап, механизатор болып жүр. Қалада сендер-ақ тұрыңдар, маған ауылым, жерім керек. Егінді біз екпесек, қалалықтар нанды қайдан алады дейді. Онысы дұрыс та, деп әңгіме айтты Ағарыс. Айгүл расымен де жақсы қыз екен, бақытты болғанына қуанамын, дедім. Сендердің достықтарыңның үзіліп қалғанына ішім ашиды. Негізі Айгүл екеуің жан дос болатын жансыңдар, дейді Ағарыс. Шынымды айтсам, мен Айгүлді сағынып жүрмін. Қайта достасып араласқым келеді. Аралассаңшы, оған не кедергі? Ретін таба алмай жүрмін. Сылтау табылды ғой. Айгүл нәрестелі болды. Құттықтап барайық, арғы жағын сосын көре жатармыз. Қалай болар екен? Қазір демалып ал, таң ата ауданға жетеміз, сосын арғы жағын көре жатармыз, деді. Ағарыс орындыққа жайғасып отырып. Жақсы, сен дұрыс айтасың, дедім. Аудан мен Алматы арасы 7-8 сағаттық жол болған. Сыбырласа біраз сөйлестік те, сосын орындығымызды сәл шалқайтып ұйқыға кеттік. Маған Ағарыс жат адам емес еді. Оның қамқорлығы, әңгімесі ұнайтын. Дәл қасымда отыр, әтірінің иісі сондай жағымды. Ағарыс сұлу жігіт қана емес, өте ұқыпты киініп таза жүретін жан. Өзін салмақты ұстайды, артық қылығы да, қимылы да жоқ. Көп жігіттер сияқты жөнсіз құшақтамайды, жабысып отырмайды. Амандасқанда да ақырын қолын созып, саусағымды сәл ғана қысады да жібереді. Екеуміз қатар отырғанмен мен терезеге жабыса, Ағарыс орындық шетіне қарай жылжып отырды. Ортамызға кішірек бір адам отырса сыйып кетер еді. Терезеге қарап әкемді ойлап, ол кісінің осынша жылғы бізге берген қамқорлығын есіме алдым. Я, мықты әкем бізді ешкімнен кем қылмай өсірді. Анамның жоғы үңірейіп көрініп тұрса да, әкем тырысып бақты, тыным таппай еңбек етті. Ағарыстың анасына тіптен ауыр болған шығар. Қанша дегенмен әйел адам, оның үстіне 8 баламен қоса, кәмелетке толмаған 3 баласымен қалды ғой. Құдайым-ай, өміріне деген ауыр еді, сынағы көп. Мені не тосып тұр екен? Қиындық бере көрмеші. Әкем дертінен айығып кетсінші деп ұйықтап кетіппін. Автобус бір кезде сілкініп, мен оянып кеттім. Масқара. Мен Ағарыстың құшағына кіріп алыппын. Қолдарымыз айқасып, ол мені құшақтап алыпты. Көзімді ашып, жігіт құшағында жатқанымды сездім деп пысылдап ұйықтап жатқан Ағарысты оятқым келмеді. Ол кеудесін басыма жастық қылып, бір қолын басымнан асыра иығымнан құшақтапты. Екінші қолымен алдымызда қолымды ұстай жартылай шалқайып жатыр. Мен дәл жүрегін тыңдай екі қолымен оның қолын ұстап алыппын. Баяу соққан жүрек естіліп тұр. Терең ұйқыда алаңсыз жатыр. Автобус іші тып-тыныш. Жолаушылар тегіс ұйқыда. Ағарыстың иісі бойымды балқытып, қайта ұйықтап кеттім. Шырылдаған бала даусынан екеуміз де ояндық. Ағарыс мені құшақтап алғаннан ыңғайсыздана басын көтерді. Қолдарын тез тартып ала алмай қысылды. Жүрегі аузынан шығардай қатты соғып кетті. Мен оның оянғанын сезіп басымды көтеріп бетіне қарайын десем, өн бойым ыстық болып ұялып кетті. Денемді көтеріп отырдым. Ағарыс та орнынан қозғалып, қолдарын жинап сәл жылжыды. Мен де терезе жаққа жылжыдым. Шырылдаған нәресте дауысы барлық жолаушыларды оятты. Кешір, деді Ағарыс ақырын ғана.
Мен не жауап берерімді білмей шашымды сипалап басымды изедім. Автобус ақырындап барып тоқтады. Жолаушылар орындарынан керіле созыла тұрып, есік ашылған соң сыртқа шықты. Ағарыс та орнынан тұрып пальтосын тартып, шарфын жөндеп, маған көз қиығын салды да, сыртқа шығасың ба, деді. Мен ұйқымды ашып таза ауа жұтуым керек екенін сездім. Иә, деп қозғалдым. Жолаушылар тарлау автобус ортасымен жылжып сыртқа шығып бара жатты. Шырылдап жылап жатқан нәрестенің қасынан өткенде көз тастадым. Бір жасқа толып қалған ұл бала екен. Көнбей шалқалақтап жылап тұр. Апай, бөпені маған беріңіз, мен сыртқа алып барайын, таза ауа жұтып. Нәресте тынышталар. Тоңа қоймайтын шығар, дедім. Есі шығып шаршап кеткен әйел мұңды көзбен қарап бөпесін берерін, не бермесін білмей қалды. Әкеліңіз, қорықпаңыз, деп балаға қолымды создым. Әйел риза көзбен жылаған бөпесін берді. Бауырыма баса құшақтап есікке беттеді. Менен бұрын шыққан Ағарыс есік көзінде күтіп тұрып, демеп жерге түсірді. Балақай сыртқа шыққан соң жан-жағына қарап жылағаны басылды. Ағарыс жақсылап керіліп алды да, бетін шапалақтап, бір орында аздап секіріп, аяқтарын сілкіп алған соң, маған жақындап, әкел маған, сен де бой жазып ал, деп бөпені көтеріп алды. Ағарыс бөпені ұзын бойынан жоғары көтере ойнатып бауырына басты. Автобус тоқтаған жер шағын шайханасы мен дәретханасы бар жер екен. Жолаушылар екі жаққа бөлініп жүріп жатыр. Баланың анасы асығыс дәретхана жаққа бара жатыр. Су ағып тұрған жерде бар екен. Бірі беті қолын жуып жатса, енді біреулер су құйып алып жатыр. Мен суға жақындап, күн суық болса да, жуынып алдым да, Ағарыстан баланы алдым. Ағарыс та жақсылап жуынды. Таң құла ниектеніп атып келе жатыр екен. Күн далаға жарық сәулесін ақырындап шашып келеді. Нәрестенің анасы да жуынып алып, асхана жаққа жүгіріп кетті. Шай ішесің бе? Оразамызды ашайық, деді Ағарыс қасыма жақындап. Ол жерде адам көп шығар, дедім. Қарным ашқандай болып, мен орын алып тапсырыс берейін, деп Ағарыс та шайханаға кірді. Нәрестенің анасы асығыс қолында пирожки мен бөпенің ыдысына құйғызып алған сүті бар, күлімдеп келіп, рахмет жаным, рахмет, бақытты бол, деп баласына қолын созды. Нәрестені анасына бердім де асханаға бардым. Ағарысты іздеп тұр едім. Ол қолын көтеріп өзін көрсетті. Барсам, 2 шай, 2 булочка алып қойыпты. Рахаттанып шай алып алдық та автобусқа отырдық. Бұл жолы мен біртүрлі болдым. Ағарысқа қарай алмай, бойымды бірдеңе билеп кетті. Байқасам, ол да сондай жағдайда сияқты. Бұрынғыдай ауыз жаппай сөйлеу қалды. Аузымыздан сөз шықпай, сөйлейік десек тіл келмей, сөзде табылмай қиналдық. 1,5 сағат үндемей отырып ауданға жеттік. Автобекетке сөмкелерді қалдырдық та, екеуміз перзентханаға асықтық. Арыс, жолдан жаңа піскен дәмдер болса ала барайық, ана жерде гүл сатылып жатыр, мүмкін гүл аламыз, деп Ағарысқа тіл қаттым. Оның көзі күлімдеп, жарайды, гүл де алайық, дәм де алайық, деді. Әдемі гүл таңдап, айран, булочка, кепкен нан, сосын сусын алдық та перзентханаға келдік. Ішке кіргізбей әкелген затымызды алды да, қай терезеден көре алатынымызды айтты. Асығыс сол терезе маңына бардық. Өзіміз толқып қуанып жүрміз. Терезелерге көз тастап айгүлді іздеудеміз. Әне айгүл де көрінді. Басында орамал, үстінде халат, омырауын байлап алған, қолын бұлғап амандасып тұр. Ағарыс екеуміз бірге құттықтаймыз, құттықтаймыз, ура, жарайсың, молодец, деп айқайладық. Осыны ақылдаспай-ақ бірге айттық. Сосын айгүл кеудесін басып рахметін білдірді. Жоқ болып кетіп, екі қолына екі қызын құшақтап терезеге жақындады. Ура, ура, жарайсың, деп бір орында секіріп, Ағарыс екеуміз құшақтасып кеткенімізді білмей де қалдық. Ағарыс мені жерден көтеріп алып айналдырып бетімнен сүйді. Ол да, мен де ұялып қып-қызыл болып кеттік. Ағарыс мені жерге қойған соң тез терезеге қарадық. Айгүл болса бас бармағын көрсетіп бізге риза. Жүрегім аузымнан шығардай болып қатты соғады. Есім шыққаны соншалық күле берем сасқанымнан Айгүлге. Мен сені жақсы көрем. Сен керемет жансың, бақытты бол, дедім. Айгүл де қолын сүйіп маған қарай жіберіп жақсы көретінін білдірді.
Екеумізге бірдей солай жасап, сосын жүрек көрсетті. Айгүлдің бұл әрекеті бізді қосып тұрғандай болды, тағы да ұялып тұрып. Біз Алматыдан бірге келдік, сенің босанғаныңды естіп құттықтауды жөн көрдік, дедім. Ағарыс тек иә деумен болды. Ертең келем, не керек, қағазға жазып бер. Мен күте тұрам, дедім. Айгүл басын изеп көрінбей кетті. Мен Ағарысқа қарай алмай ұялып тұрмын. Дала аяз болып тұрса да от болып жанып ыстықтап кеттім. Мойнымдағы шарфты шешсем, Ағарыс та шарфын шешіп алғанын байқадым. Оның да жан күйі дәл менікіндей ме екен деген ой жүгіріп өтті. Ағарысқа қарап сөйлейін десем, не айтарымды білмедім, ол да үндемей ары бері жүр. Терезе ашылып кішкентай парақ жерге түсті. Айгүл қолын бұлғап қоштасты. Ағарыс жүгіріп барып қағазды алды да маған берді. Ашып оқысам: сәлем, қалдерің жақсы ма? Сендерді көргеніме қуаныштымын. Не деген жарасымды жұпсыңдар, бақытты болыңдар. Гүлназ, маған сенен артық құрбы жоқ, мен сені жақсы көрем. Маған ештеңе керек емес, Бекам бәрін әкеліп берді. Ақжігіт Ағарысқа қойған аты. Келгеніңіз жақсы болды, апама қамқор болыңыз. Рахмет, депті. Іштей оқыдым да ыңғайсызданып қалдым. Ризашылық білдіріп, апасын табыстап жазыпты, дедім. Хатты Ағарысқа ұсынып. Ағарыс хатты алмады, басын изеп келісті. Перзентханадан автобекетке дейін біршама жер еді. Мен асығыс жүрдім. Асығуымның себебі әкемді уайымдап барам. Менің асыққанымды Ағарыс түсіне алмай, қайта-қайта қарап қойып ілесіп келеді. Біз автобекетке жеткенде біздің ауылға жүретін автобус қозғалып барады екен. Кешіктім деп тоқтап қалып едім. Ағарыс ысқырып жүгірді. Автобус жүргізушісі тоқтатып, Ағарыс жүргізушімен сөйлесті. Мен де жүгіріп жетіп едім. Сен автобусқа отыра бер, мен сөмкелеріңді алып келем, деп жүк сақтайтын жерге жүгірді. Мен автобусқа кіргенімде: ой, кім екен десек, өзіміздің қыз екен ғой. Айналайын, амансың ба? Қош келдің, қызым, деп ауыл адамдар шулап кетті. Амансыздар ма? Қал жағдайларыңыз жақсы ма? Сәлеметсіз ба? Қош көрдік, деп жауап беріп, бірінің қолынан ұстап, бірін құшақтап амандасып болғанымша автобус жүріп кетті. Терезеден қолым бұлғаған Ағарысты көріп, қолымды көтеріп те үлгермедім. Автобус жылдамдатып жүріп кетті. Терезеге жабысып, қол бұлғағанға ұялдым, оның үстіне дала аяз болғандықтан терезелерді қырау басып қалған. Жан дүнием біртүрлі болып, қимастық көңіл күй бойымды басып, тіпті жылағым келгендей болды. Қызым, қайда оқисың? Сен мұғалім болмайсың ба? Әкеңді сағынып келе жатсың ба? Деген сұрақтар қойылып, соларға жауап бере отырып ауылыма асықтым. Арасында ауыл адамдарынан әкем мен бауырларым туралы сұрап қоям. Әкең жақсы, кеше көшеден көрдім. Гүлбану мен Балдырған сабақтарын оқып жүр, сені сағынды ғой. Өткен аптада Рақым келіншегімен келіп қонып кеткен, олар жиі келіп жүр, деген сөздерді көршілерден естідім. Асыға үйіме де жеттім. Менің ойымша үй суық, тамақ дұрыс жасалмаған, әкемнің жағасы кір отырған болар деген ой еді. Қақпадан кіргеннен тап-таза күрелген қарды көрдім. Жарайсың інім, деп мақтап үйге жақындадым. Түс уақыты болған еді. Тамақтың иісі шығып, біреудің ас әзірлеп жатқаны сезіледі. Есікті ашып ішке кіргенде тап-таза үйді көріп қуанып кеттім. Әкем, Гүлбану, Балдырған қуана қарсы алды. Әкем де таза киінген, өте көңілді. Балдырған да ұқыпты, таза киінген. Гүлбану алдына алжапқыш салып алған, ас бөлмесіне шықты. Осы кеште сіңілімнің ес тоқтатып үй шаруасын белсене орындап жүргенін байқадым. Кешке дейін төртеуміз шүйіркелесіп, әңгімеміз бітпеді. Әкем дәрілерін уақытылы ішіп, өзін күтіп жүр екен. Түн болғанда Гүлбану екеуміз құшақтасып жатып: сіңілім, сен бой жетіп пысық қыз болыпсың, дедім. Гүлбану ерке болғанмен күле бермейтін байсалды қыз. Сөзге шешендігі де бар, өте сауатты. Ол ойланып жатқандай болды да, әкем ауырып Алматыға кеткен күні бірден есігендей болды. Әкем дертінен айығып кетсе екен деп тіледім. Әкем үйде болса, мына шаруаны істер еді, мынандай ас пісірер еді деп
әкем атқаратын істерді мойныма алдым. Балдырған алғаш күндері қатты жабырқап жүрді. Ол кішкентай ғой. Кейде маған көрсетпей жылап алатын. Бакон, сіз кеткеннен жабырқаулы болған. Әкем жұбатып көп ақыл айтып шаруасын араластырып, сабағын қадағалап, мұңайып отыруына жол бермеген, сол есіме түсіп. Бакон, малдың астын тазаладың ба? Жем шөбін бердің бе? Бакон, сабағыңды оқыдың ба? Тамағыңды іштің бе? Деген сұрақтар жиі қойды. Одан қалса әкем үйде болғанда есік алды күреліп таптаза болып тұрар еді. Шөп шашылмас еді дегендей сөздер айтып едім. Баконайым тыңғылықты жасайтын болды. Алғаш пісірген асымды тұз ащы болып, мойнақ итіміз жеді. Сосын тұзы жоқ тамақ пісіріп, оған жеп отырып тұз септік. Үшінші тамағым күйіп кетіп, қоқысқа лақтырдым. Ой, әпке, несін айтайын. Жыладым, ашуландым. Сосын Рахым ағамдар келіп, жеңешем ас пісіруді, үй жинауды үйретті. Мен түк істеу білмейді екем. Жеңешем бір аптаға қалып, үй тазалап, нан пісіріп, кір жуып кетті. Сосын 2 аптада бір келіп, екеуміз бірге кір жуатын болдық. Солай жүріп үйрендім. Әкем келгенде қамқорлық керегін білдім. Әкем де менің есейгенімді көріп қуанды. Сіз де хатта әкеме қара деп ескертіп отырдыңыз, солай жауапкершілікке үйрендім. Өткен аптада жеңешем келгенімен жүрегі айнып ас пісіре алмады. Бірдеңеден уланды ма, қайта-қайта құсып есті шығарды. Рахым ағам дәрігерге көрсетем деп алып кеткен. Ертең келетін шығар. Әпке, сіз неге маған үй жинау, ас пісіруді үйретпедіңіз? Деді еркелей қойныма кіріп. Міне келдім, білмегеніңді енді үйретем. Сен кішкентай болдың ғой, дедім. Әлде қашан бойжеткен сіңлімді құшақтап. Ой, мен кішкентай емеспін, деп еркелеп қояды. Жаным, сен мен үшін әрдайым кішкентай боласың, деп сүйіп алдым. Әпке, деп күліп жатып бауырыма кіріп ұйықтап кетті. Сағынып қалыпты, жабысып жатып, сонау кішкентай кезіндегідей пысылдап жатыр. Есіме ағарыс түсті. Ішім жылып, жүрегім қатты соғып кетті. 5 бөлімнің соңы, жалғасы бар. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.